Арма Ордалаев көрермендері, бүгін біз Әзірбайжан еліндегі жағдайға байланысты сұхбат алғалы отырмыз. Бүгінгі біздің қонағымыз жас саясаттанушы Асхат Қасенғали. Сұхбатты бастамас бұрын Ордалаев көрермендеріне аз кем өтінішіміз бар. Егер сізге біз сұхбаттарымыз ұнаса, пікір қалдырып каналға жазылыңыздар. Сіздердің каналға жазылғандарыңыз біздің ауқымды жұмыс істеуімізге мүмкіндік береді. Асеке, осы өткен аптада Әзірбайжан еліне барып, ондағы жағдаймен танысып қайттыңыздар. Жалпы Әзірбайжан елінен қандай әсер алып қайттыңыздар? Армысыздар. Енді өткен аптада білесіз, өзіңіз Әзірбайжанға бір топ азамат болып барып келдік. Енді шыны керек, біріншіден біз, яғни бұл сапарға бармас бұрын, ол тура біз баратын күні Әзірбайжанда соғыс аяқталғаны, яғни Қарабақ бойынша келісімге келгені жарияланды. Сондықтан біз бірден жаңағы сондай бір қуанышты жаңалықтың үстіне түстік. Той болып жатты біз барған сәтте Әзірбайжанда. Халықтың көңіл-күйі, эмоциясы өте жоғары деңгейде болды. Сондықтан Әзірбайжанға барған сапарымыз менің өзіме бір өте көптеген ақпараттар сыйлады. Себебі енді 1000 рет естігенше, оқығанша бір рет көзбен көрген артық қой. Сондықтан өзіме қатысты айтатын болсам, бұл сапар өте жемісті болды деп айта аламын. Жалпы әу баста Әзірбайжан Арменияны жеңді деп бәріміз қуанғандай болдық. Ал шын мәнісінде кейін мынау Қанкенді сынды біраз қалалар алынбағанын аңғардық та. Жалпы осы 44 күндік екінші Қарабақ соғысында Әзірбайжан елі нақты қандай жетістіктерге жетті? Енді бұл қазіргі таңда бұған қатысты көптеген пікірлер бар ғой. Енді менің өзімнің жеке субъективті көзқарасым бойынша, біріншіден Әзірбайжан қазір нақты толық алды. 4 ауданын қарулы қозғалыспен, соғыспен қайтарды. Кеше ғана Ағдам ауданынан толықтай басқыншылардың әскері шығарылды. Енді Лашын ауданы мен Ханкентінің маңайынан басқыншылардың әскері 1 желтоқсанға дейін шығарылады. Яғни осыдан 26 жыл бұрын толық оккупацияланған аудандар ол Әзірбайжанның ішіне қайтты. Енді сұрақ туындайды, неге Ханкентінің жаңағы енді басқыншылар Степанакерт деп атайды, соны неге жаңағы 2-3 шақырым қалған кезде осындай келісімге жасалды деген. Әрине, ондай келісімдердің барлығы не үшін қалай болды деген ашық айтыла бермейді. Өйткені ондай келісімдер мен келіссөздердің барлығы жабық есік саясатында жүреді ғой, ар жағында. Не болып жатқанын білмейміз. Бірақ дей тұра, менің ойымша, ол жерде Ресейдің рөлі өте жоғары болды. Яғни Ресей бұл тараптан өзінің рөлін ойнап кетті. Енді айтатын болсақ, жаңа Ханкенті ол Әзірбайжанға қайтарылады. Қазірдің өзінде мысалы ол Ханкенті Әзірбайжанның құрамында. Бұл жерде келісім, яғни Ресей бітімгерлік күштеріне қандай рөл ойнайды, яғни олар Лашын дәлізі арқылы осы Ханкентіге баратын армян босқындарын және Әзірбайжанның өзінің жаңағы ішіндегі қарулы күштері, яғни өзара қақтығысқа түсіп кетпеу үшін, бейбітшілікті сақтау үшін тұр. Басты мақсат сол. Сондықтан 7 аудан ол қайтарылды. Бұл бір Әзірбайжан жетістігі. Екінші жетістігі бұл соғысқа дейін мүлде мүмкін жоспарда да болмаған шығар, бірақ соғыстың нәтижесі соны жасап берді. Яғни бұл Қарабақ аймағынан Нахичеванға дейін баратын жол болады. Яғни ол қазіргі Арменияның аумағымен өтетін жол. Бұл өте үлкен жетістік деп айта аламын. Басты жетістік. Неге? Себебі Нахичеванды білесіздер, ол Нахичеван автономиясы деп айтылады, бірақ ол Әзірбайжанның құрамы. Яғни онда толық азербайжандар тұрады. Енді Қарабақ пен Нахичеванның арасын жол жалғап жатыр. Яғни ол екі бөлінген аймақты сауда-саттық болсын, экономикалық болсын, демографиялық болсын байланысын арттырады. Сондықтан екі басты жеңіс деп осыны атауға болады. Бұл бір. Екінші жеңісі Әзірбайжанның бұл жердегі ол сөзсіз Кавказ аумағындағы жаңағы беделі артты. Одан кейін басты жеңіс ретінде Илхам Алиевтің өзінің ішіндегі, яғни мемлекеттің ішіндегі рейтингі өте жоғары деңгейге жетті. Бұған дейін 2003 жылдан бері отырған сәттен бастап Илхам Алиев қазіргі таңда ешқашан рейтингке жеткен емес екен. Жеңіс рейтингіне, яғни жоғары деңгейде болған. Сондықтан бұнда сөзсіз жетістік деуге болады. Қазір Илхам Алиевтің беделі артып тұрса, керісінше Арменияда Пашинянның жағдайы өте мүшкіл. Жалпы Пашинян оппозицияның дегені болып, Пашинян отставкаға кеткен жағдайда мына 3 жақты келісім бұзылып, қайта соғыс оты тұтануы мүмкін ба? Енді біріншіден мен бұл версияға сенбеймін, нұсқаға. Себебі соғысу үшін де әлеуетті мемлекет
мемлекетке. Ал Арменияның қазіргі қарулы күштерінің жағдайына қарайтын болсақ, ол 10 жылсыз, кемі 10 жылсыз, енді әскери стратегтердің айтуы бойынша қалпына келмейтіндей шығынға ұшыраған. Техникадан, адами шығын. Бұл бір. Екіншіден, Арменияда қазіргі таңда өте жоғары деңгейде, 100 адамға шаққанда жұқтыру деңгейі бойынша коронавирус ТМД елдерінде бірінші орынға шыққан Арменияда. Бұл екі. Үшіншіден, мемлекеттің сыртқы қарызы өте жоғары, яғни ішкі жалпы өнімнен 4 есе көп ВВП-дан. Сондықтан осының барлығы сөзсіз ол фактіні ойнайды. Бірақ енді егер де оппозициялық күштер, яғни бір жеңіске жетіп жататын болса, Пашинян тақтан таятын болса, онда бір соғыс бастайтын болса, ол сөзсіз Арменияның өз-өзіне қадаған қанжары болады деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша ондай болу екіталай. Мынау Әзербайжан сапарына барған кезде көпшілігіңіз жазып жаттыңыздар жолдың сапасы туралы. Енді Әзербайжан территориясы біздің бір облысқа жете қабыл екен. Территориясы шағын елге инфрақұрылымын жүргізу оңайда, ал территориясы біз секілді үлкен елге инфрақұрылым жол сапасын жақсарту өте қиын. Бұл билікке әдемі сылтау, бірақ шын мәнінде бізге де осылай жасауға мүмкіндік бар ма еді жалпы? Енді мүмкіндік әрине бар. Мысалы, бізбен көлемі бізбен бірдей мемлекеттер бар ғой, жолдар тақтайды. Мысалы, Америка Құрама Штаттарын алатын болсақ, Қазақстан шамалас, Канада сынды мемлекеттердің, яғни Канаданың халқы бізден сәл ғана көп, бірақ жолдар өте жақсы сапада. Сондықтан Қазақстанға да мұндай жасауға болады, сапасы жоғары деңгейдегі жолдар жасауға болады. Әрине, бұл жерде халықтың саны мен экономиканың да рөлі өте орасан зор рөл ойнайды. Егер де шын мәнінде осындай бір жол, сапалы жол салатындай тетіктер, шешімдер қабылданатын болса, менің ойымша Қазақстанда тез арада салып тастауға болады. Менің ойымша Қазақстанға енді мына шығыс Қазақстаннан бастап батыс Қазақстанға дейін баратын, яғни үзілмей баратын жолдағы ірі қалаларды қамтитын бір жол салынса, және солтүстіктен оңтүстікке қарай жол салынса, бұл біздің региондардың арасындағы, аймақтардың арасында байланысты арттырады, экономикалық сауда қарым-қатынасының жоғарылауына әсер етеді, және сөзсіз қазақландыру процестерінің мысалы жүруіне әсер етеді. Мысалы, оңтүстіктен солтүстікке бару үшін сапалы жол болса, ол қазақландыру процестерді тез өтеді деп ойлаймын. Сондықтан Қазақстан мемлекеті мұндай жолдарды салуға мүдделі болуға тиіс. Алайда территориясы шағын елдің ауыл шаруашылығы саласында үлкен жетістікке жетіп отырғандығын өзің жаздың. Жалпы Әзербайжаннан біз не үйренуіміз керек ауыл шаруашылығы саласында? Менің бір байқағаным, Әзербайжанда ауыл шаруашылығы өнімдерін біз де өндіреміз, мысалы, Әзербайжанда өндіреді. Бірақ олардың бір ерекшелігі, әрбір ауданда бір мына цех, жаңағы фабрика дейміз бе, зауыт дейміз бе, яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін тек қана өндіріп, сатып шикізат күйінде сата бермейді, яғни жаңа маринадтайтын зауыттары бар деген сияқты түрлі зауыттары бар. Яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін сол ауданда өңдеп, жаңа бір өнімге айналдырып, басқа бір мемлекеттерге немесе өзінің елінің ішінде экспорттауға мүмкіндігі бар. Ал осындай жақтарын үйрену керек сияқтымыз. Әрине, ол жерде ауыл шаруашылығы өнімдерінен мәселесін талқылаған кезде біз, мысалы, мал шаруашылығы жағынан Қазақстан Әзербайжаннан жоғары деңгейде тұр. Бірақ ауыл шаруашылығы деңгейін айтқан кезде, жеміс-жидек жағынан Қазақстан сөзсіз Әзербайжаннан мысалы үйренетін жағы көп. Осындай бір жағын салыстырып қарауға болады. Одан кейін Әзербайжанның тағы бір ерекшелік, жаңа сол жол мәселесі, ол ауыл шаруашылығын дамыту үшін де жол керек. Мысалы, сіз Таразда тұрып, басқа бір өңірге өзіңіздің өніміңізді саудалағыңыз келсе, сізге тегіс жол, тақтайдай түзу жол болмаса, сіздің апаратын өніміңізді бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Осындай факторлардың барлығы ол ауыл шаруашылығын дамытуға әсер етеді. Сондықтан сапалы жол, әрбір ауданда немесе аймақта бір кішігірім зауыт, фабрика болатын болса, сондай өнімдерді іске айналдыратын. Бұл менің ойымша ауыл шаруашылығының дамуына басты стимул болатын бір қажеттіліктер деп ойлаймын. Жалпы Әзербайжан елінен тағы басқа қандай ерекшеліктер байқадың? Мен жалпы байқағаным, ол біріншіден осы жайлы жазғым да келген, бірақ сізге айтып берейін. Ол ұлттық колорит мәселесі. Яғни ұлттық колорит дегеніміз не? Бірінші біз түсе салғаннан бастап, енді ол жерде жеңістің де эйфориясы бар шығар мүмкін. Түсе салғаннан бастап біз әрбір 5-10 метр сайын Әзербайжан туын көрдік. Яғни ол ту ғимараттарда да, кемелерде де, Каспийдің жағалауындағы, әуежайда, көлікте, барлық жерде Әзербайжан туы үлкен, кішілі, яғни бір ерекше сезім сыйлайды екен.
Бұл бір. Екіншіден, ол жерде басты байқағанымыз ғимараттардың стилінде өздеріне тән ұлттық колорит сақталған. Яғни жаңа өздерінің ой өрнектерін барлық ғимараттарға қояды. Яғни сіз барған сәтте өзіңізді Әзербайжан елінде жүргенін сезінесіз. Өйткені оң жаққа қарасаңыз да, сол жаққа қарасаңыз да сондай бір Әзербайжан халқына, ұлтына тән ой өрнектерді көресіз. Бұл бір екінші ерекшелік деп айтсақ болады. Үшінші ерекшелік бұл жақта дін мәселесі екен. Яғни енді білесіздер, Әзербайжан ұлтының өзі ислам дінін ұстанады. Соның ішінде яғни шииттері 70-75% құрайды екен де, сүнниттері 20-25% құрайды. Яғни осы жерден алып қарайтын болсақ, олардың арасында бір мына таяу шығыс елдеріне тән бір діни алауыздық, тартыс сондай жоқ екен. Яғни біз білеміз, таяу шығыс елдерінде көбінесе осы екі ағым, яғни сүнниттер мен шииттердің арасында қақтығыстар байқалады. Ал Әзербайжанда олар ортақ үй, гармонияда өмір сүріп жатыр. Өйткені мемлекеттік саясат соған итеріп отыр екен. Итермелеп, яғни шиит болсын, сүннит болсын, бірге намаз оқу, яғни діни салт жоралғыларын жасау деген сынды мәселелерді солай заңмен бекітіп бастаған. Сондықтан осындай бір ерекшеліктерін байқадық, және өзіме осындай бір ерекшеліктерін бізге де қажет ау деген тұстарын, яғни ғимараттарға бір ой өрнектерді қазақы негізде жасау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу деген мәселелер бар. Соларды енгізіп қойса дейміз. Одан кейін біз барған сәтте бір апта бұрын оларда, Әзербайжандарда ту күні деген болды. Бізде мысалы рәміздер күні деген бар, ал оларда ту күні деген бар. Яғни ту күнінде барлық жерде осы өздерінің байрақтарын қояды, әсем бір әдемілеп қойып, бір патриоттық сезімдерін көтереді. Осындай жақтарын алып біздің мемлекетке де енгізсе деген өзімнің ішкі бір тілегім бар. Сол мәселелерді өзіме түртіп алған жайым бар. Әзербайжан мен түрік бауырларымыз, қазақтар бізді билікті ашық қолдамады деп кішкене өкпе реніш айтылғандай болған. Әлеуметтік желіде болсын, басқа. Сапар барысында бұндай бір өкпе реніш айтылған жоқ па? Біз бірінші күні, енді қысқаша сапар жайлы мысалы айтатын болсақ, бірінші күні біз барған сәтте Әзербайжанның стратегиялық зерттеу институтына бардық. Бірінші күні ол стратегиялық зерттеу институты біздің Қазақстандағы КИСИ сияқты институт, яғни ол саясатпен айналысатын. Дәл сол күні біз Милли мәжіліспен кездестік. Яғни Милли мәжіліс дегеніміз біздің парламент. Екі кездесуде де Қазақстанға бойынша жылы лебіздер айтылды. Оның ішінде енді сол сапарға барып отырған азаматтардың барлығы да оған дейін, яғни әзербайжандық позицияны, енді әзербайжандық позиция деп атамайық, әділдік позициясы деп атайық. Әділдік позициясын қолдаған азаматтарды келген екенін біліп отыр. Сондықтан алғыс айтты, және біздің бір таңғалғанымыз отандарыңызға қош келдіңіздер деген сөзден бастайды. Кез келген кездесуде, яғни отандарыңызға деген, олар барлық түркі халықтарының, яғни бір-біріне келуі, ол өз жеріне, өз отанына келуі деген сынды сондай бір түсінікпен қабылдайды. Сондықтан біздің тарапқа деген өкпе реніш деген ондай айтылған жоқ. Отан демекші, ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары, саясаткерлер, тұран әскери одағы құрылады деген сияқты бір болжамдар айтып жатады. Шын мәнісінде осы тәуелсіз 6 мемлекет, түркі мемлекеттері қандай да бір экономикалық немесе әскери одақ құруға мүмкіндік бар ма? Менің ойымша, енді әскери одаққа әлі аздау, енді әлі ертелеу шығар. Біз қаншалық қаласақ та, өйткені енді Қазақстанның позициясын алып қарайтын болсақ, өйткені біз Ресеймен тығыз экономикалық байланыстамыз, білесіздер, Евразиясы арқылы, ОДКБ арқылы әскери одақтастықтамыз. Қырғызстан да дәл солай сияқты деген сияқты. Бірақ енді экономикалық тұрғыдан байланыстар жасауға болады. Және ондай байланыстардың басында ол сөзсіз Қазақстан да ол мәселелерге бойынша болашақта ақырындап біртіндеп экономикалық интеграцияларға өзінің тартыла бастайтын болады деп ойлаймын. Өйткені біздің тараптан жасалатын жаңағы экономикалық ұсыныстар, Түркияның біздің тарапқа жасаған ұсыныстары соңғы жылда артып келе жатыр. Одан кейін кешегі ғана ашылған, мысалы, ашылатын Қарабақ пен Нахичеванның арасындағы жол сөзсіз түркі әлемдерінің арасындағы бір экономикалық байланысты арттыратын болады. Кеше ғана сол жаңа кездесу барысында айтып кетті бізге әзербайжандық әріптестеріміз, саясаттанушылар, яғни олардың осы жол, жаңағы Нахичеванға баратын жол, ол түркі әлемінің экономикалық негізін қалайтын нағыз бір алтын көпір болады деген ойды айтты. Яғни Қырғызстаннан Қазақстан аумағына еркін
сауда жасауға болады. Ал Қазақстан Каспий теңізі арқылы Бакуге барып, Бакуден Қарабаққа, Қарабақтан жаңағы Нахичеванға баратын жолға барып, сол жолдан ары Түркияға өтіп кетсе болады. Түркиядан ары қарай жерорта теңізі арқылы Европа елдеріне сауда жасауға болады. Яғни осы жол салынатын болса, экономикалық интеграциялық байланыстар артады деген сондай бір үміттерін, өздерінің көзқарастарын айтып отыр. Сондықтан менің ойымша экономикалық байланыстар сөзсіз болашақта артады. Бірақ енді әскери байланыстарға қатысты айту, бір белгілі бір болжамдар білдіру әлі ертерек деп ойлаймын. Сөзсіз ондай бірлестіктер енді тұтас түркі елін түркі халықтарын алып қарамасақ та, енді Әзербайжан мен Түркияның арасында қазір болып жатыр. Яғни екеуінің арасында экономикалық байланыс та бар, әскери байланыс та бар. Енді осы форматты ақырындап Каспийдің бер жағына өткізуге енді сәл біраз уақыттар керек. Тәуелсіз 6 мемлекет, түркі мемлекеттерінің арасында байланыс енді шыны керек әлсіз әлде де болса. Мәселен, бізде Әзербайжан достарымыз жоқ, түрік достарымыз жоқ деген сияқты. Жалпы осы әлсіз байланысты нығайтудың қандай жолын ұсынар едің? Біз барған сәтте ұсыныстар жасадық, яғни бұл біздің медиа саламызға бір кез келген байланыс ол ақпарат беруден басталады. Яғни халық, түркі халықтары арасында байланыс пен бірлік, достық, бауырластық арту үшін сол халықтардың барлығына өзіне тән бір ақпараттық кеңістік болу керек. Сондықтан біз барған сәтте жақын арада медиа түрік деген арнаның ашылатыны жайлы бізге хабар айтты. Яғни сондай бір жоспар бар екен. Бұл дегеніміз арнайы бір, егерде бұл жоспар шынайы іске асатын болса, жоспар күйінде қалып қалмаса, яғни Қазақстанға, Қырғызстанға, жаңағы Түркменстанға, Өзбекстанға, Түркияға, Әзербайжанға осы ортақ деңгейдегі арна болады. Яғни осы 6 тілде де ақпарат тарататын сондай бір арна болады екен. Енді ол арнаның басты мақсаты бұл жерде саяси емес, көбінесе мәдени, тарихи шоулар жасау. Яғни біз Түркияның тарихын көреміз, Түркия біздің тарихымызды көреді деген сияқты. Сондай бір мәдени байланыстарды арттыру бойынша жобаларды іске асыру мәселесі көтеріліп жатыр екен. Одан бөлек біздің енді өзімнің көзқарасым бойынша арттыру үшін, байланыстарды арттыру үшін біздің арамыздағы осы көптеген жаңағы мәдени шаралардың, спорттық шаралардың көпшілігін осы тек қана қазақстандық форматта ғана емес, осы түркі елдерінің форматында да арттыру керек. Бізде көшпенділер ойындары бар, білесіздер. Одан кейін Түркия осы байланысты арттыру үшін Түрк Vision деген жаңағы ән байқауын ұсынды. Ол міне 6 жыл қатарынан қателеспесем өтіп жатыр. Осы байланыстарды арттыру бойынша формат. Енді осындай форматтарды іске асыру үшін енді Қазақстанның да өзінің тарапынан бір ұсыныстары болу керек. Яғни бір клубтар, арнайы осы жастарға арналған клуб ашу, бір 6 мемлекеттің арасында жаңағы саясаттанушылардың арасында ортақ бір клуб болу, немесе журналистердің арасында ортақ бір клуб құру, және сол клубтың арасында бір арнайы сыйлық тағайындау, яғни түркінің мәдениетіне, түркінің тарихына қатысты, бірлігі мен достығына қатысты зерттеулер жүргізгендерге арнайы жаңа сыйлықтар, номинациялар беру деген сынды осындай бір мәселелерді арттыра беру қажет деп ойлаймын. Мынау Әзербайжанды әкелі балалы Алиевтердің басқарып отырғанына міне 20-30 жылға жуықтады. Осы жаңа сөз басында Илхам Алиевтің рейтингі өте жоғары екендігін айтып өттің. Осы соғыста жеңіске жеткен Илхам Алиевтің келесі сайлауда өзін ұсынса жеңіске жетуі мүмкіндігі қаншалықты? Енді алдағы сайлау да Илхам Алиевтің жеңіске жету мүмкіндігін мен себебі Илхам Алиев ол 200 жылдан кейін Әзербайжанның территориалдық тұтастығын қалпына келтірген екінші адам. Бұған дейін Ширваншах па қателеспесем болған. Яғни бұл дегеніміз бір 30 жыл бойы Әзербайжан халқының әрбір отбасына сіз баратын болсаңыз көрсеңіз, яғни әрбір отбасы, Қарабақ ол әрбір отбасының қайғысына айналған. Қарабақтан айырылып қалу ол әрбір отбасының мұң зарына айналған. Енді сол мұң зарын жеңіп, осы жерді қайтарып беру осы Илхам Алиевтің кезінде іске асқаны, және олар сөзсіз ол жаңа президенттік сайлауда шешім қабылдауына әсер етті деп ойлаймын. Яғни патриоттық деңгейден. Енді әрине ол экономикалық жағына да байланысты. Егерде экономикалық жағдайы күрт нашарлап кетпесе,
яғни олар да шикізатқа байлаулы мемлекет қой енді, мұнай саласы бойынша және басқа саласы бойынша, газ саласы бойынша деген сияқты. Егер де мұнай саласы, жаңа газ саласының бағалары күрт төмендеп кетпесе, Илхам Алиевтің жеңу мүмкіндігі өте жоғары деп ойлаймын. Қазірдің өзінде Илхам Алиевке халық азат етуші деген титул тағуды, яғни сондай бір атақ даңқты беруді ұсынып отыр. Осының өзі халықтың президентке деген өзінің көзқарасын білдіреді, шын мәнінде алып қарайтын болсақ. Біз барған кезде сонау делегацияны қабыл алған биік мінбердегі азаматтардан бастап даяшыларға дейін ең бірінші Аллаға рахметін айтты, екіншіден Илхам Алиевтің осындай шешім қабылдауына рахмет айтты. Яғни осының өзі халықтың көзқарасын білдіреді. Енді алдағы сайлауда, сондықтан дәп қазір енді сайлау өткізетін болса, Илхам Алиев 95% сөзсіз ешқандай бұрмалау жаңа фактілеріне бармай жеңіске жетеді. Ал енді алдағы уақытта ол процент бір 75%-ға дейін болуы мүмкін. Бірақ ол сөзсіз жетеді. Сөзсіз ол тақтап отырады деп ойлаймын. Әзірбайжандағы сайлаудан өзіміздің сайлауға бір аз кем тоқталып өтейік. Өзің білесің, 10 қаңтарда 2021 жылы сайлау өтеді. Жалпы сайлаудың алдындағы партиялардың аяқ алысы, әрекетіне қалай қарайсың? Оң бағалайсың ба, жоқ әлде де бір кемшіліктер бар ма? Енді менің көзқарасымша қазіргі парламенттік сайлаудың бұрынғы сайлауларға қарағанда, бұған дейін болған сайлауларға қарағанда қызықты әрі тартысты өтуіне біздің биліктің өзі мүдделі деп ойлаймын. Өйткені біз білеміз, қазіргі таңда парламенттік сайлаулардың бұрмалауы Қырғызстанда қандай фактілерге, қандай оқиғаларға алып келген, Белоруссияда президенттік сайлаулардың қандай нәтижесі, қандай жағдайға алып келген, оның барлығын көріп отыр, сөзсіз стратегтер, аналитиктер оның барлығын қарап болжап отыр. Енді осыған қарап парламенттік сайлаудың қызықты әрі тартысты өтуіне мүдделі болғандықтан қазіргі біз көріп отырмыз партиялардың іс-әрекеттеріне. Кейбір партиялар ребрендинг жасап, өздерінің аттарынан жаңа сөздерді алып тастап жатыр. Біреу Адал партиясы деп өзгертті, біреу коммунистік деген сөзді алып тастады деген сияқты. Бұл енді сөзсіз сайлауға бір-екі ай қалғанда жасалып жатқан іс-әрекеттер, сондықтан біріншіден ол іс-әрекеттерге қарап біздің партиялар тағы да бір сәл кештеу қимылдап қалды деген ойдамын. Яғни бір енді сайлауға 2 ай қалған кезде іс-қимыл жасау менің ойымша кештеу. Яғни бұл жағынан алып қарасақ, Нұр Отан бірінші бастап кетті. Көктемде праймериз өткіземіз деді, тамыз айында праймериз жариялап, қыркүйекте толық өткізіп тастады. Ал басқа жаңа партияларға қарайтын болсақ, олар енді мына қазан айынан бастап ақырындап енді қимылдап келе жатыр. Сондықтан бұлар іс-қимылдарын сонау басынан бастап кету керек еді. 5-6 ай бұрын білет, парламенттік сайлаудың уақыты жақындағанын білет, заң бойынша парламенттік сайлау өтуге тиіс екендігін білет. Енді өздерінің түсетін ниеті барлығын тағы да білет. Демек, дайындықты осыдан 7-8 ай бұрын онлайн платформада бастап кету керек. Елдің бәрі үйде отырған кезде онлайн түрде өздерінің осындай бір жаңа белгілі бір бағдарламалар ұсынып, енді заң бойынша үгіт-насихатты 1 ай қалмай бастауға болмайды. Сондықтан ақырындап басқа да бір өздерінің рейтингтерін көтере беру керек еді. Бірақ енді қазіргі таңда қарайтын болсам, бұрынғыға қарағанда менің қызығушылығымды оятқан жағдайлар бар. Яғни Ауыл партиясының ұнаған тұстары бар. Ол жерде яғни сауалнама өткізді, білесіздер, ел аманаты деген сауалнама өткізіп, Қазақстан бойынша бір мәселелерді анықтап алды да. Яғни олар мәселелерге қарап, сол бір сауалнаманың нәтижесіне қарап барып, халыққа не қажет емес деген мәселе бойынша өздерінің бағдарламаларын түзіп шықты. Бұл да бір жақсылық деп ойлаймын. Одан бөлек, мысалы, Адал партиясына да бір азаматтар жаңадан Мақсат Толықбай деген сынды, яғни қоғамның, елдің мұң-зарын айтып жүрген азаматтар кіріп жатыр. Басқа да партиялардың өздерінің жаңа съездері өтіп жатыр. Осы жолғы съездерінің барлығын тікелей эфирден көрсету деген сынды осындай бір қызықты, біздің аз да болса қызығушылығымызды оятатын іс-әрекеттер болып жатыр. Сондықтан 10 жаңа қаңтарда болатын осы сайлауға өзім ерекше бір барынша қызықтым демесем де, бір ерекше бір қызығушылық бар. Яғни нәтижелерін көргім келеді. Одан кейін тағы бір басты мәселе, бұл жерде мен парламенттен жаңа бір партия, бұған дейін болмаған парламентте отырмаған, Ақжол партиясы отыр білеміз, коммунистік партия отыр білеміз, Нұр Отан отыр. Енді осы 3 партиядан бөлек тағы бір партия кіріп қалу мүмкін ау деген сондай бір үмітпен қарап отыр. Нақты қай партия кіруі мүмкін?
Қазіргі таңда енді қарайтын болсақ, енді біз әлеуметтік желі ол сөзсіз ол қоғамның тұтас келбеті емес, бірақ енді әлеуметтік желідегі іс-қимыл әрекеттеріне қарайтын болсақ, мен ауыл партиясы кіруі мүмкін, немесе адал партиясы тарапынан белгілі бір дәрежеде өкілдері өтуі мүмкін деген сондай бір пікірім бар. Бауыржан Серікбай деген құрдасымыз үнемі осы әлеуметтік желі Facebook бұл қоғамның бет бейнесі емес деген пікірді айтып отырады. Қазір де сол пікірді өзің де қайталап отырсың. Шын мәнінде көшеде таксистер болсын, жалпы халықтың пікірі билікке наразы көңіл күйде екенін ол жасыра алмаймыз да. Енді неге саясаттанушылар тарапынан Facebook әлеуметтік желісін жоққа шығарушылық байқалады? Мәселен, қалай болғанда да Facebook әлеуметтік желісінде қоғамның ең белсенді азаматтары отыр емес пе? Онда мүлде оны сызып тастауға да болмайтын шығар. Қоғамдағы наразылық көңіл күйдің бір белгісі осы әлеуметтік желіде байқалып отырған. Иә, мен жаңа айтқан пікіріңізбен келсем, мен ол Facebook толық сызып тастау қажет дегенді білдірмеймін. Яғни бұл қоғамдағы әлеуметтік жағдай толық көрінісін бере алмайды да, белгілі бір дәрежеде көрінісін береді. Мысалы, Facebook'ты алып қарайтын болсақ, Facebook әлеуметтік желісінде бұл Қазақстан бойынша қолданушылар ең аз әлеуметтік желінің бірі. Шын мәнінде қарайтын болсақ, ең аз әлеуметтік желінің бірі. Ең көбі ол жерде, яғни ВКонтакте және Instagram. Ол жақта миллиондаған жаңа аудиториясы бар азаматтар отырды. Ал Facebook'та енді айтылатын әңгіменің деңгейі де жоғары, яғни бұл жақта жазылатын жаңа жазбалар да бөлек. Сондықтан енді Бауыржан Серікбайдың пікірін енді білмеймін, оны өзінен сұрарсыз. Ал жалпы менің өзім көзқарасым бойынша Facebook енді 100% қоғамның айнасы деп айта алмаймын. Бұл жерде де қажет емес артық ауыз әңгімелер де бар. Одан кейін бұл жерде де мүдделік қақтығыстар бар. Енді мүдделік қақтығыстарда да яғни ақ пен қарасын ашып қарау үшін де біраз уақыт керек. Сондықтан Facebook сөзсіз керек. Ол саяси сананың біздің қоғамымыздағы саяси белсенділіктің арттыруына, мәселелерді ашық әрі жаңа бұлтартпай көтеруге өзінің нәтижесін, өзінің көмегін беріп отыр. Ол жағынан Facebook қажет. Бірақ ол 100% қоғамның айнасы емес. Кейбір партияның лидерлермен сұхбаттасуға әрекет етіп, мәселен, Ақ Жол партиясының төрағасы Азат Перуашевпен, сондай-ақ коммунистік партияның басшыларының бірі Жамбыл Ахметбековпен шығып сұхбат алуға шақырдық. Бірақ өкінішке қарай олар сұхбат беруден қашады. Мәселен, өзің енді шетелде оқыдың, жағдайды жақсы білесің. Оппозициялық партиямыз деген Азат Тұрлыбекұлының ашық сұхбаттан қашуы жалпы нені білдіреді? Менің ойымша, кез келген сұхбатты ол азаматтың неге сұхбат беруінен, енді не үшін сұхбат беруден бас тартқанын мен білмеймін. Яғни енді мүмкін жұмыс жаңағы өзінің бір графигіма ол жағын білмедім енді, бірақ мен өзім көзқарасым бойынша кез келген сұхбатты беруден, пікір білдіруден, демократиялық қоғамда айтудан, оны кез келген сұраққа жауап беруден жаңа азаматтар бас тартпау керек. Өйткені бұл енді сұраққа жауап беру керек нақты, және тікелей эфирде болсын, осындай Zoom платформаларда болсын, сұхбат беріп, ашық өзінің көзқарасында білдіргенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Билік партиясы праймериз өткізді, басқа өткізді деп айтып жатырмыз ғой. Шын мәнінде қанша праймеризм өткізгенмен, оның бір нәтижесінің қаншалықты екендігі белгілі да. Бізде мен түсінігімде мынандай секілді. Белгілі бір партияның өкілі мәселен ашық сұхбатқа келетін болса, онда бір мәселелерді айтып қоюы мүмкін да. Бізде бір жоғары жақтан бір контроль жасап отырған секілді. Бұл жерде сен сайлауда қанша пайыз дауыс алатының маңызды емес. Бұл жерде сен анау тәртіпке бағынып, чтоб артық сөздер айтып қоймауың керек. Негізгі ашық сұхбаттан қашатын саяси партиялардың отырған кезде қандай бір сайлау қызық болады мәселен? Енді бізде өкінішке орай кемшілік тұтатын жағы осы ғой. Осындай жақтан бір қашқақтау бар қоғамда, сөзсіз, иә. Тіпті тек қана партия басшылары емес, мысалы кейбір кез келген деп айтпай қойғанда бір мекеме басшылары, жаңағы жоғарғы оқу орнының басшыларына мысалы осындай сұхбат берсеңіз, осындай бір арнаға немесе YouTube'ға сұхбат берсеңіз, соған қалай қарайсыз деген сынды мәселелерді айтатын болсақ, яғни ол қандай тараптан болады, қандай сұрақтар қойылады, алдын ала сұрақты жібере аласыз ба деген, яғни бір сондай психология бар да, біз көзқарас бар. Ертең мынандай бір тосыннан сұрақ қойып қалса, мен оған қалай жауап беремін, немесе менің берген жауабым
жаңағы бізде мен ұстанатын партияның немесе мен жұмыс істейтін мекеменің позициясымен сәйкес келе ма деген сынды мәселелерді немесе басында сондай бір қоршау ретінде қойып алған сияқты да. Егер де біз осындай психологиядан арылатын болсақ, және кез келген азаматтың жеке пікірі, субъективті пікірі маңызды екенін түсінетін болсақ, сондай қоғамға келген сәтте осындай бір яғни ашық сұхбаттан қашу мәселелері жойылады деп ойлаймын. Қазір парламентке өтпеген партиялар қай-қайсысы болсын өзінің дауысын алу керек болатын болса, бұл Нұр Отаннан дауыс алу керек, яғни Нұр Отанға бұрын беріліп келген 80% дауыстың тартып алу керек. Бұл дауыс тартып алудың бірден-бір жолы билік партиясының кемшіліктерін аямай сынау. Мәселен, қазір Нұр Отан партиясының кемшілігін Ақ Жолда, Коммунистік партияда, тағы да басқа партиялар, тіпті оппозициялық партиямыз дейтін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы да сынап жатқанын байқамаймыз. Партияның ең басты дүние бұл ашық, аяусыз сынау емес па? Жалпы билік, партия дегеніміз ол билікке таласушы орган ғой. Партияның мақсаты билікке бару. Егер билікке баруға ниеті жоқ болатын болса, партия ол партия емес. Ол саяси тұрғыдан да ол сондай. Бірақ енді біздің қоғамда, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, біздің қоғамда біз мәселені айтамыз да, бірақ мәселенің шешімін айтудан көбінесе жалтарамыз. Жалтарамыз демеймін, енді кейінге қалдырып қоямыз. Мысалы, біз ол жаңағы бар кемшіліктерді жазып та жүрміз, айтып та жүрміз, бірақ оның шешімін ұсынбаймыз. Сондықтан менің ойымша, қазір билікте парламентке барғысы келетін партиялар бар болатын болса, олар осы бұрыннан айтылып келе жатқан 30 жыл бойы 20 жыл бойы тоқтамай айтылып келе жатқан мәселелер тағы да қайталай бергенше солардың шешімін айтса бір жаңа формат болады деп ойлаймын да. Яғни ауыз су жоқ, бізде мысалы су тапшылығы бар деген қайталай бергенше бізде ауыз су тапшылығы бар. Оны шешудің мынандай жолдарын ұсынамыз. Мына аймақтан мына аймаққа дейін су құбырын тартамыз. Егер де біз билікке баратын болсақ, осынша ауыл осы жақта сумен қамтамасыз етіледі. Бізге дауыс беріңіздер деген сияқты нақты осындай ұсыныстар керек деп ойлаймын да. Яғни бізде енді өкінішке орай әлі күнге дейін сол саяси тартыс жаңа бір-бірін айыптаумен келе жатыр да, ұсыныс білдірумен емес. Сондықтан жаңағы сұрағыңызға сәл-пәл келіспейтін жағым осындай да. Мысалы, Еуропада да, немесе президенттік сайлауларда да қарайтын болсақ, мысалы, Обаманың кезіндегі саяси тартыста да нақты ұсыныстар айтады. Мен салықты 3 есе төмендетемін. Жаңа байларға керісінше көтеремін. Әскерилердің шығыны осындай болады. Мына жақтан әскерімізді алып кетемін деген сияқты нақты ұсыныстар, нақты істелетін іс-шараларды көрсетеді. Және ол билікке келген кезде сол нақты іс-шараларды істесе, сөзсіз сол халықтың дауысын сол арқылы жинап алады да. Сондықтан осындай мәселелерді көтеру керек деп ойлаймын. Бізде мысалы қазір келетін партиялар, олар қазір өздерінің бағдарламаларына мысалы біріншіден баспана мәселесін шешеміз деген сынды, және оның сөз жүзінде емес, бюджеттен осынша қаржы бөлдіреміз, осынша квадрат метр, миллион квадрат метр үй салдырамыз, оның бағасы мынандай болады, нарықтағы қазіргі баға мынандай, біздікі жаңағы осындай деңгейде төмен арзанырақ болады деген сияқты нақты ұсыныстар айтса ғана мен соның артынан ереді деп ойлаймын. Мен өз басым мысалы азамат ретінде сын айта берген партияның артынан емес, нақты ұсыныс айта білетін партияның артынан еретін едім. Рахмет, сәттілік тілеймін, аман бол. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.